Жаңадан үйленген жігіттердің бір жіберетін қателіктерінің бірі ол әйелімді сөйлетпеймін деп ойлау. Қазір әйел түгілі жігіттердің өзінен гөрі сөзі ұзын ғой. Сондықтан ол әйел болғаннан кейін сөйлейді. Бастықтың қызын алсаңыз да, бас имамның қызын алсаңыз да бәрібір әйел болғаннан кейін ол кемшіліксіз болмайды. Әйеліңіз жай сөйлеп қана қоймайды, міндетті түрде сіздің шамыңызға тиіп шамырқандыратындай да сөйлемдер құрайды. Өткізіп жіберуді, естімеген сөзді үйрену керек. Әйелі ә деген сайын еркегі мә деген үйден тыныштық кетеді, береке қашады. Әрі әйел оталып тұрғанда қандай да бір аталы сөз айтсаңыз да ол уәжге келуі қиын. Ашуланған адамды бір жынданып тұр дейміз ғой. Қазақшадан қазақшаға аударса, ашуланған адамның қасында бір жын дух беріп тұр деген сөз ғой енді. Мылқау адамдай бір мыңқиып отырмайтын шығарсыз, бірақ әйеліңізге қоса ашуланып, бір әйелдік деңгейге сіз түспей ақ қойсаңыз деген тілек біздікі. Әйелді бір әйелдік уровеньге түспей қойған жігіт қана жеңеді екен ғой. Келіншегіңізге айтқыңыз келген жауаптарыңыз болса, кеңесіміз кейіннен түсіндіріңіз. Өткізіп жіберуіңіз деуіміздің мәні осы. Оңаша отырғызып қойып, ойлантардай сөйлемдер дайындаңыз, ұятына басыңыз, тегін түртіңіз, иманын күшейтіңіз. Керек десеңіз айтарыңызды күн бұрын дайындаңыз, ойларыңызды жұптаңыз, келіспейді-ау деген жерлеріне бір контраргументтер әзірлеңіз, ешқандай әзілсіз. Егер өстетін болсаңыз, бір жылдан кейін әйеліңізге ғана емес, әулетіңізге ақыл насихат уағыз айтатын әккі бір ораторға айналмасаңыз, маған келіңіз. Өстіп бір үлгілі семья болып кетесіздер.